Қалай кредиттеріңіз бар ма? Ой, от души ғой. Осының несіне деп алған ғой. Еміне деп алған. Қанша сумма алып едіңіздер негізі? Аяқ сыртқа шешеміз ба? Мен очкимен жүре берсем жа, дәрігерден шығып едім. Гүлнар ханым көп балалы ата-ана, 8 бала шағаңыз, е? Жақсы, жақсы. Ерекшесіз. Егіздің біреуі, ерекше. Қандай немен ауырады? ДЦП. ДЦП? Мен қартайғанша сен өзің жүріп, өз-өзің самостоятельно болса деймін да, жаңағы. Тамағын жеп, дәретіне барып келген соның өзі арман ғой қазір. Онда бәріне мен стандартный сұрағым бар еді, сіз маған подписансыз ба дегенше. Ой, обязательно. Бірақ мен сіздің подписан екеніңізді білемін. Подписан адамдарға 100 000 теңгеден беретін. 100 000 теңге сізге әйтеуір кішігірім болса да көмек болсын. Рахмет. Алладан сіздерге 2 еселеп, 1000 еселеп қайтпасын. Жаңа кредитіңіз 100 000 теңге төлейткенсіз. Сізге бір айыңыздың кредитін төлеп берейін. Номеріңізді айтып жіберіңіз. Мен мынаны сізге жіберіп қойдым. Рахмет. Алладан қайтсын. Амин. Жыламайын деп уәде беріп қойған едім. Алла шипасын берсін. Көп адамдар айтады да, күн көре алмаса бала шаға не істейді деп. Ой, сол сөз мені өлтіреді. Ондайға көңіл аудармаңыз. Әр баланың өз несібесі бар. Бізде бір балаңыздың бір несібесінің бір бұрышы болып келіп отқан шығармыз. Иә. Мен даже осы баламен жүргенде маған бір кісі айтқан. Сен балаң бұндай туылғанбысың, мен кінәлім ба деп. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Үстінен көші жыласам, мынау қазір тырысып, не істеп кетеді? Жоқ, жыламаңыз. Жылап кетеді мынау. Жыламаңыз. Сол, мен постоянно жыламайым деп. Жыламаңыз. Мына жерде 8 бала шағаңызға. Мына жерде қойып қойын, е? Анамды мен қуантып, әке екеуін Меккеге апарғым келеді. Не үшін олай шештің? Өйткені олар бізді бақытты қылды, біз де оларды бақытты қылуымыз керек қой. Олар бізге өмір сыйлады, үй сыйлады, көп затымыз сыйлап берді. Қандай қиыншылықтар бар? Қиыншылық жоқ деуге болады. Да? Молодец. Бәрі жақсы.